Сәлем достар, бүгін сіздерге распаковка Пиндодудан емес, Ламода сайтынан тапсырыс берген тауарды көрсеткім келіп тұр. Бұл енді өте бір ерекше тауар, сапасы да барлығын қазір көрген кезде байқайсыздар. Бұл тапсырыс балаларға арналған қыстық аяқ киім. Қараңыздар. Бір көрген кезде ақ мен вау деп айтқанмын, өйткені прям ұстағанда, даже видеодан да көрініп тұр ғой, қандай сапалы екені. Өте сондай сапалы, ұстағанда енді бірден байқалады, жақсы сапалы аяқ киім екені. Натуральный кожа, мех натуральный, замша тоже натуральный. Барлық жағынан өте сондай бір күшті, енді сапалы аяқ киімдердің бірі. Мінекей қараңыздар. Видеодан барлығы көрініп тұр қалай екен, иә? Сапалы аяқ киімді ажырата алатын кісі бірден біледі. Қарасаңыздар, қалай вообще табаны барлығы жағынан енді өте керемет. Стиль алып қараңыздар, стиль өзі қандай. Бұл да натуральный мех. Өте сондай нағыз Астананың қысына арналған аяқ киім ғой. Сондай күшті өзімізге қуана алды, қуана күттік. Енді қараңыздар, бұл аяқ киімді біз Ламодадан тапсырыс бердік. Дәл қазір жеңілдік болып жатыр, достар. Қыркүйекте баға өзгеру мүмкін. Сондықтан да егер де сізге ұнап жатса, қазір тапсырыс беріп, жеңілдікпен алып үлгеріңіздер. Бұл етіктің бағасы 41.100 теңге сайтта. Біз жеңілдікпен 27.540 па, 760 па шамамен сондай шамадағы бағаға алдық. Енді қараңыздар, Ламодада қыстық осындай сапалы аяқ киімдерді жазда міндетті түрде жеңілдік болады екен. Май айынан бастап жеңілдік болады, ал жаздық аяқ киімдерге жеңілдіктер қыс айларында болады. Сосын достар, былай екен, май айында мысалы жеңілдік басталса, уақыт өте келе күз жақындаған сайын бағасы көтеріле береді. Мысалы, май айында бұның бағасы біз қазір енді 27.000 жағдай үстіндегі кішкене ақшасын ұмытып қалып тұрмын. Енді дөңгелетіп 28.000 деп алайықшы, 28.000-ға алса, бұл май айында 26.000 болған. Біз аламыз ба, алмаймыз ба деп ойланып жүргенде қымбаттап кетіпті. Яғни май айында қандай болса, июль арғарай күз жақындаған сайын жеңілдіктің бағасы көтеріле береді. Сондықтан да негізі сезон аяқталып, бірден жаз мезгілі басталған кезде жеңілдіктер болса, бірден сол кезде алып қалу керек екен, біздің түсінгеніміз бойынша. Егер де сізге осы аяқ киім ұнап жатса, дәл қазір мен жаңа көрдім, әлде де жеңілдікпен тұр, алып үлгеріңіздер. Бұл енді аяқ киім Лель деген фирманың аяқ киімі. Бұл Ресейдегі аяқ киім өндірісі бойынша топ 5-тің қатарына кіреді. Ол фирма туралы бірнеше факт айтып кететін болсам, бір жылда миллион пар шығарады екен, 60 мамандық бойынша 700 маман жұмыс жасайды. Жаңағыдай Канада, Австралияны қоса есептегенде жеткізу 14 күннен аспайды екен, достар. Көрдіңіздер ма? Қандай өте сондай жақсы фирмалардың бірі. Сондықтан да алам десеңіздер, тапсырыс беріп алуларыңызға болады.